Сәлеметсіздер ме оқушылар, отырыңыздар. Сәрсті бүгін сабақта кім жоқ? Сабақта бәрі. Жақсы. Оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде қарашаның 28-і. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық мерекелер айт қабыл болсын. Бүгінгі күнді дәптерге түсірейік. Жазыңдар. Қарашаның 28-і ұлттық мерекелер. Қарашаның 28-і. Бүгінгі біздің сабағымыздың жалпы мақсаты сіздермен ұлттық мерекелер жайлы, Қазақстандағы мерекелер жайлы, мемлекеттік мерекелер жайлы танысатын боламыз сіздермен. Айт мерекесі жайлы танысатын боламыз. Бүгінгі күнді жазып алыңдар. Бүгінгі күнді жазып болсақ, енді сіздерге сұрақ. Жалпы біздің мемлекетімізде тойланатын мерекелер. Қандай мерекелер бар? Бір-бірден айтып шығыңдар, Алина. Тәуелсіздік мерекесі. Тәуелсіздік мерекесі бар, Айт мерекесі тойланады. Айта ғой? Жеңіс күні тойланады. 8 наурыз тойланады. Отан қорғаушылар күні тойланады. Айта ғой? Айта отыр ғой? Республика күні осы жылдан бастап тойланып жатыр. Айта ғой? Жаңа жыл, барлығымыз тойлаймыз. Айта ғой? Ұлттық валюта күні бар. Балаларды қорғау күні. Балаларды қорғау күні бар, Наурыз мерекесі бар. Біз білетін негізгі мерекелер өте көп. Енді біз білмейтін қандай мерекелер бар. Яғни, мемлекет шеңберінде демалыс күндері болып тойламайтын қандай мерекелер бар екен? Назар аударайық. 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атап өтіледі. Және 3 түрге бөлінеді. Ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер. Ұлттық мерекелер мемлекеттің қалыптасуымен және оның егемендігімен байланысты ерекше тарихи маңызы бар мерекелер. 16-17 желтоқсанда атап өтілетін Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні ғана Қазақстанда ұлттық мереке болып саналады. 30 жыл бұрын 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі республиканың тәуелсіздігі мен мемлекеттік егемендігі туралы заң қабылдады. Мереке құрметіне жыл сайын түрлі ауқымды іс-шаралар жоспарланып өткізіліп отырады. Мемлекеттік мерекелер. Бұл қоғамдық саяси оқиғаларға арналған мерекелер. Елімізде 9 мереке мемлекеттік мәртебеге жаңа жыл. Бүкіл әлемде атап өтілетін мереке. Қазақстанда оны Григориан күнтізбесіне сәйкес 1-2 қаңтарда атап өтеді. Қазақстанда жаңа жылды тойлау отбасы ортасында мерекелік үстел, сыйлықтар, салют, жаңа жылдық шоуларды қарау және президенттің теледидардан құттықтау сөзін тыңдау сияқты қызықты дәстүрлермен өтеді. Халықаралық әйелдер күні. Жыл сайын 8 наурызда көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда да атап өтілетін мереке. 20 ғасырдың басында тең құқықтар мен бостандық үшін күрес туралы ұрандар мен шеруге шыққан әйелдердің ынтымақтастық күні ретінде пайда болды. Бірақ қазіргі кезінде бұл мерекенің саяси астары жоқ. Бүгінде ол махаббатты, сұлулықты, мейірімділікті жырлаған барлық әйелдер күні. Наурыз мейрамы 5000 жылдан астам уақыт бойы әртүрлі ұлт өкілдері атап өткен көктемнің жылдың басымен байланысты ежелгі мейрам. 1991 жылы тұңғыш президенттің жарлығымен 22 наурыз мерекелік күн, наурыз мейрамы болып жарияланды. Өйткені бұған дейін ұзақ уақыт бойы наурызды ресми түрде тойлауға тыйым салынған болатын. Мемлекеттік мереке ретінде Қазақстанда ғана емес, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжан, Қырғызстан және Түркия сияқты елдерде де аталып өтіледі. Жақсы. Наурыз мерекесі тек қана Қазақстанда ғана емес, Түркияда, Өзбекстанда, Әзербайжанда, тағы да
түркі халықтарында тойланады деп айтылған, я? Енді оқушылар назар аударыңдар маған. Мен сендерге қазір бағалау парағын таратып беремін. Сендер бұл бағалау парағына өздерінің аты жөндеріңді және топтың атын жазулары керек. Бүгін біз сабақта 4 тапсырма орындаймыз. Өз-өздеріңді бағалауларың керек. Ой. Карина. Көріп тұрсыңдар ғой? Міне, 4 тапсырма орындаймыз. Әр тапсырмаға сендер максималды түрде 25 деген балл қоясыңдар. Минималды түрде ең азда 10 деген баға. Түсінікті ғой, я, барлығына? Енді сабағымызға қараймыз. Бұл біздің жаңа сөздер. Видеода айтылған сөздерде бар, ішінде ұлыстың ұлы күні бар екен. Қараймыз, назар аударамыз. Жаңа сөздерді жазуларың керек, оларды бір-бірімен сәйкестендірулерің керек. Вы должны переписать новые слова, потом их соединить с этим. Вам понятно? Да. С этими словами. Орындайық бірге. Бізде бұл жаңа сөздер бойжеткен, екінші теңелу, үшінші салт дәстүр, төртінші ұлыстың ұлы күні, бесінші ұйқы ашар, алтыншы рәсім. Ұлыстың ұлы күні, ұйқы ашар, рәсім. Бұл бізде бағалау парағында бірінші тапсырманың қатарына кіреді. Орындап болып қалдық па? Я, Мағжан? Бойжеткен, бой түзеген қыз бала, теңелу, теңесу, салт дәстүр, ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекесі, ұйқы ашар дәстүр атты рәсім, әдет ғұрып. Дұрыс. Барлықтарында осылай ма? Енді қара, жып, айт, жаз, тексер, техникасы, әдісі бойынша жаңа сөздермен танысу керек. Қараңдар. Айт. Как будет переводиться? Айт. Это мусульманский праздник у нас. Қажылық. Хадж. Құлшылық. Поклонение. Мешіт. Құрбандық. Жертвоприношение. Сабырлық. Терпение и сдержанность. Табын. Молись, поклонись. Шіркеу. Бұл қандай мерекелерге қатысты бізде? Діни мерекелерге тікелей қатысты, яғни дінге қатысты мерекелер. Осы сөздерді жазып аламыз. Айт, бұл мұсылмандардың мерекесі. Хадж, қажылық. Құлшылық, поклонение.
мешіт, мечеть, шіркеу, церковь сол сияқты. Жертвоприношение, құрбандық. Сабырлық, терпение. Бұл жаңа сөздер бүгін бізге тапсырма орындауға керек болады. Церковь. Жазып болдық па? Жазып болсақ, келесі тапсырма, екінші тапсырма. Яғни, біз айтып жатқан Наурыз мерекесімен танысуымыз қажет. Наурыз мерекесі жайлы бірінші мәтінді оқимыз. Кейіннен ішінен етістіктерді көшіріп жазамыз. Сначала вы будете прочитать этот текст, потом вы должны найти из текста глаголы. Наурыз ұлттық мерекеміз. Бастап оқиық, я? Кім оқиды? Я, оқи ғой. Наурыз жаңа жылдың басы. Бұл күн яғни Наурыз айының 21-нен 22-не қараған түні аспан денелері өздерінің бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн теңеледі. Сондықтан халық саналасында ол әз Наурыз деп аталады. Бұл күн сонымен татар жуанын женішкеннің өзілер шағы. Осы күннен бастап жаңа жыл басталады. Адамның ауызы ақа, малдың ауызы көкке тие бастады. Келесі, я оқи ғой. Наурыз күні Наурыз көже пісіріледі. Әр үйдің дастарханына артқан сүт тағамдары, көк арыстан дән тағамдары мен жеміс жемтіктер, және қызылдан еттен жасалатын тағамдар, 7 түрлі дәм қойылады. Отыра ғой. Я Лаура. Олар жасы электр күні. Араласқандар дос даласып татуласады. Бұл күнгі қайын ата мен келін, күйеу бала мен қайын ата арасындағы әзілдер жарысымды. Жастар алтыбақан қорып тойдың сәнін кіргізеді. Бойжеткендер соғымның соңғы етін уағызға салып өсіріп, уатқан жігіттеріне тартады. Бұл салт қызықта уақышар аталады. Уақышардың қарымтасына жігіттер септепкезер күресіні жасайды. Яғни қалаушына айна тарап әтір суын сайлайды. Айна көктіктен жастықтың тарап әдемілік пен сұлықтың, ал иесі жаңа бұршылдың жарған жалғызында қолпыр деген белгі. Отыра ғой. Қараңдар, осы тапсырманың ішінен сендер етістіктерді табасыңдар. Вы должны из текста найти глаголы. Так? Начинайте. Наурыз ұлттық мерекеміз дейді. Бұл Наурыз түркі халықтарының негізгі жаңа жылы болып табылады. Наурызға кірмес бұрын араздасқан адамдар бір-бірімен татуласады, төс қағысады. Адамның ауызы аққа, малдың ауызы көкке тие бастайды дейді. Яғни сүт өнімдері осы уақытта. Мал өнімдері жазамыз. Наурыз күні негізі Наурыз көже пісіріледі дейді. Етістіктерді жазып шығыңдар бірінші. Жақсы тілектер айтылады. Жастар алтыбақан құрып, тойдың сәнін кіргізеді дейді.
Тезірек жаза қойыңдар. Етістіктерді табу оңай. Қиын емес, қазақ тілінде етістіктер сөйлемнің соңында тұрады, иә? Тапсырманы орындап болдық па? Орындап болдық. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Жалпы біз бүгін Наурыз мерекесі жайлы толығымен өттік, иә? Айт мерекесі де Наурыз мерекесіне ұқсас. Айт мерекесі бізде мұсылмандық мереке болса, Наурыз мерекесі түркі халықтарының мерекесі. Біз алдыңғы тақырыпта Рождество жайлы өткен болатынбыз. Енді қарайықшы, айт мерекесі жайлы, Рождество жайлы не білеміз, соны жазайық, иә? Ұқсастығы мен айырмашылығын. Тезірек жазамыз. Айт мерекесі мен Рождество жайлы.